Сәлеметсіздер ме? Менің атым Бақытжан қызы Анеля. Бұл түрік мемлекеттер тақырыбындағы бірінші сірі жұмысым. Түрік қағанаты 552-603 жылдар аралығында өмір сүрген. Бастапқыда 6 айда өмір сүріп, жұрандарға тәуелді болды. Бірақ 552 жылы Бумун қаған жұрандарды талқандап, дербес мемлекет құрайды. Негізінен Қытай деректерінде түркі сөзі 542 жылы кездеседі және оның мағынасы берік, күшті. Мұқан қаған 553-572 жылдар аралығында билік етеді және де қағанатты нығайтып, қытайлықтарды қорқынышта ұстайды. Іштемей батысқа қарай жорық жасап, Қазақстан, Орталық Азия, Еділ, Кавказ жерлеріне дейін жетеді. Сонымен қатар 568 жылы Византияға түркі елшісі Маниях барып әскери одақ құрайды. Түркілер парсылармен одақтасып эфталиттерді талқандайды және де 6 ғасырдың 70-90 жылдар аралығы бізде түркі мемлекетінің гүлдену кезеңі болып табылады. Әкімшілік құрылымына келсек, қаған билеуші болды, Ашина руы билеуші ру болды. Бұндар қарапайым халық. Оның басқа елдермен қарым-қатынаса келсек, бізде түркілер басты табыс көзі ретінде қытайларды көреді және де Византиямен жақсы қарым-қатынас ұстап, жаулап алған жерлерде қысым көрсетпей салық төлететін. Бізде қағанаттың әлсіреуі 7 ғасырдың басында болады. Қағанаттың ішінде қақтығыстар, ішкі қыртыстар болып, қағанат екіге бөлінеді: батыс түрік қағанаты және шығыс түрік қағанаты. Келесі бізде батыс түрік қағанаты 603-704 жылдар аралығында өмір сүрген. Оны құрған Іштемей қаған, кейін оның ұлы Тардуш. Оның астанасы бізде қысқы Суяб және жазғы Мыңбұлақ болды. Аумағы Алтайдан Каспийге дейін. Кейде оны Онох елі деп атайды. 10 тайпадан тұрады. 5 Тул және 5 Нушеби тайпаларынан. Таттар ол бізде бағынышты халық болды. Және де батыс түрік қағанатының өзегі ол жетісу аумағы болған. Шарықтау бізде шегі, гүлденуі Шигу мен Тоньямху тұсында болды. Тоньямху ішкі тәртіпті орнатып, орталық басқару жүйесін күшейтеді. Бірақ құлдырауы бізде Тоньямху тұсының кейін басталады. Ол қайтыс болғаннан кейін қағанат әлсіреп, бізде қытайлық шапқыншылық көбейе бастады. Содан кейін бізде батыс түрік қағанаты өз өмірін тоқтатады. Оның орнына бізде Оғыз, Қимақ, Түргеш, Қазар секілді мемлекеттер құрылады. Шығыс түрік қағанаты 682 жылы Елтеріс Құтлұқ қаған құрайды және де 744 жылы өз өмірін тоқтатады. Шығыс түрік қағанатының аумағы қазіргі Моңғолия және де Қапаған қаған бізде орталық Азияны бағындырып, Күлтегін мен Білге бізде ішкі тәртіпті орнатып, қытайлықтармен тиімді келісім жасайды. Мәдени мұра ретінде оларға Күлтегін мен Білге қаған құрметіне архон жазбалар орнатылады. Олар бізде түрік тарихының жылнамасы болып табылады. Құлдырауы бізде 731 жылы Күлтегін мен 734 жылы Білге қағанның қайтыс болғаннан кейін әлсірейді және 744 жылы Ұйғыр мен Қарлұқ бірлесіп шығыс түрік қағанатын құлатады. Келесі бізде Түргеш 704-756 жылдар аралығында өмір сүрген. Түргештер екіге бөлінген, қара және сары болып. Бастапқыда олар батыс түрік қағанатының құрамында болған және де Қытай шапқыншылығын қолданып, олар дербес мемлекет құрып алады. Үшлік қағанатты 20 әкімшілік аймаққа бөлген және де әр әкімшілік әскер шығаруға міндетті болды. Үшлік қаған сонымен қатар бізде арабтарға қарсы соғды халқына көмектесіп, Түргеш соғды одағы бізде Бұхара түбінде арабтарға соққы береді. Келесі бізде Сұлу қаған 715-738 жылдар аралығында билік етеді. Ол арабтарға қарсы болып, арабтар соның құрметіне Сүзеген немесе Әбу Музахим деп атап кеткен оны. Сонымен қатар ол астананы Тараз қаласына ауыстырған. Келесі бізде Атлық шайқасы 751 жылы болған. Ол жерде арабтар, түргештер, қарлықтар бірге қытайлықтарға қарсы тұрған. Оның
нәтижесі қытайлықтар жеңіліп, Жетісудан қуылады және де ислам діні біртіндеп тарала бастайды. Түргеш қағанатының құлдырауы бізде қарлықтар келіп түргештерді ығыстырады және де бізде қара мен сары түргеш арасында қақтығыстар пайда болады. Келесі бізде Қарлұқ қағанаты 756-940 жылдар аралығында өмір сүрген. Ол бастапқыда Шығыс түрік қағанатында өмір сүріп, 746 жылы Онох еліне көшеді және де 756 жылы дербес мемлекет құрады түргештердің орнына. Территориясы Жоңғар алатауынан Сырдарияға дейінгі аумақ болды. Басқару жүйесі әкімшілік жүйе болды. Оның билеушісі Жабғу болды. Кейін 840 жылы Енисей қырғыздармен бірігіп, олар ұйғыр қағанатын құлатқан кезде билеуші бізде қаған лауазымын алған болатын. Жетекші тайпа Бұлақ болған. Қарлықтарда сонымен қатар көптеген деректер қалдырған. Мысалы, араб деректерінде Қарлұқ жерін 30 күнде жүріп өтуге болады деп аталған, және де Ибн Аль-Фақих дерегі бойынша Қарлұқтар көне түркілер болған. Қағанаттың құлдырауы бізде саманилермен күрес Қарлұқтарды әлсіретіп, 940 жылы бізде Қарлұқ қағанаты құлдырап, оның орнына Қарахан мемлекеті орнайды. Келесі бізде Оғыз қағанаты 9-11 ғасырларда өмір сүрген. Олар бізде Махмұд Қашқари дерегі бойынша 24 тайпадан құрылған, Боз оқ және Үш оқ тайпаларынан тұрған. 8 ғасырдың екінші жартысында Қарлұқтар келіп Оғыздарды Жетісу аумағынан ығыстырып, олар Сырдария аумағына көшуге мәжбүр болады. Астаналары бастапқы Ескі Грузия, кейін Еңкейкент болды. Саяси тарихына тоқтала кетсек, Оғыздар хазарлармен бірігіп печенегтерге қарсы шығады. Кейін 965 жылы Киев князі Русьмен одақтасып, хазарларды талқандайды және 985 жылы Еділ бұлғарларын Оғыздар Киев князі Владимирмен одақтасқан кезде талқандайды. Басқару жүйесі билеушісі Жабғу болды. Оның мұрагері Инал деп аталды. Мұрагерді тәрбиелеуші бізде Атабек және әскер басшы бізде Сүйбашы болды. Оғыздар бізде құлдырауы, ол салықтың ауырлығынан көтерілістер пайда болып, салжұқтар сол көтерілістерді пайдаланып дербестікке ұмтылады. Кейін Оғыз қағанаты құлдырап, бір бөлігі Шығыс Еуропа мен Кіші Азияға көшіп кетсе, бір бөлігі Шығыс Дешті Қыпшақ тайпаларына сіңіп кетеді. Келесі бізде ұйғыр қағанаты 744-840 жылдар аралығында өмір сүрген. 744 жылы Шығыс түрік қағанаты құлағаннан кейін қазіргі сол аумақта дербес мемлекет құрайды. Бірінші қағаны Құтлұқ Білге хан, олардың астанасы Ордубалық болды. Территориясы қазіргі Монғолия, Шыңжаң және де оңтүстік Сібір болды. Саяси тарихына тоқтала кетсек, ұйғырлар Қытайдағы Тан империясымен тығыз қарым-қатынаста болады. Басқару жүйесі Қаған билеушісі болды. Ұйғырлар бізде ішкі қақтығыстардан әлсіреп, 840 жылы ұйғырларды талқандаған Енисей қырғыздары мен Қарлұқтар болған. Келесі бізде Қарахан мемлекеті 942-1212 жылдар аралығында өмір сүрген. 940 жылы бізде олар түркілер баласағұнды басып алып, Сатық Боғыра 942 жылы Қарахан мемлекетін құрайды. 999 жылы саманилерге соққы береді. Жер иелену бізде 3 түрі болған. Ихта ол әскери қызмет үшін берілген, Вагов ол діни иелері үшін берілген, және де мүлік ол жеке меншік жері болған. Діні бізде Сатық Боғыра хан ислам дінін бірінші болып қабылдайды, кейін оның ұлы Мұса 960 жылы ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялайды. Құлдырауы бізде 12 ғасырдың басында қидандар шабуыл жасай бастайды, және де 1141 жылы Қатуан шайқасында қарахандықтар қидандарға жеңіліп, 1210 жылы Найман ханы күшлік келіп шығыс бөлігін басып алса, кейін 1212 жылы батыс бөлігін Хорезм шахы басып алады. Сонымен оның өмір сүруі тоқталады. Кейін келесі бізде Қара Қытай 1128-1212 жылдар аралығында өмір сүрген. Қидандар
түркілермен араласып Қара Қытай деп аталып кеткен. 1125 жылы қытайлықтар қидандарды басып алады, бір бөлігі тәуелді болып қалады, бір бөлігі Юлдашемен Жетісу аумағына көшіп келеді. 1128 жылы қидандар Баласағұнды басып алып мемлекет құрайды, астанасы Қызылорда болады. Сонымен қатар Бұхара, Мәуереннахр жерлерін өзіне қосып алып, дербес мықты мемлекетке айналады. Билеушісі бізде Гурхан болды. Әр отбасынан 1 динар салық жиналатын. Құлдырауы бізде 12 ғасырдың ортасынан бастап бізде салық ауырлап, көптеген көтерілістер пайда болды. Кейін ислам дініне қысым көрсетіп, наразылық көбейді, және де 1208 жылы Найман ханы күшіліп келіп, жағдайды одан әрі ушықтырады, және де 1212 жылы бізде Қара Қытай мемлекеті өз өмірін тоқтатады. Қимақ Қыпшақ бірлестігі Қимақ қағанаты 9-11 ғасырда өмір сүрген. Қимақтарда басым тайпа ол Қыпшақ болды. Негізінде олар Батыс Моңғолиядан Ертіс, Алтай тауларына кейін көшеді, себебі жайылымдық жерлер жетіспеді, және де ұйғырлар мен қырғыздардан қысым көрген. Әл-Идриси деректері бойынша Қимақтарда 16 қала болған, діні тәңіршілдік болды. Кейін бізде оның Қимақ қағанатының құлдырауы, Қыпшақтың саны басым болғандықтан олар дербестікке ұмтылып, Қимақ қағанатын өмір сүруін тоқтатады. Қыпшақ хандығы бізде 11-13 ғасырларда өмір сүрген. Екі қанатқа бөлінген, сол және оң. Сол қанаты бізде Ертіс бойы бізде астанасы Сығанақ болды. Оң бізде Еділ мен Жайық аралығы болған. Бүкіл Қазақстан аумағын алған. Бізде мемлекетті хан басқарған. Сыртқы саясатына тоқтал кетсек, селжұқтармен, хорезмшақтармен, орыстармен көп жиі соғысатын. Соның салдарынан бізде Қыпшақ хандығы әлсіреп, моңғол шапқыншылығына тап болып, өз өмірін тоқтатады. Сонымен қатар оның тілі мен мәдениетіне келсек, бізде әдеби мұра кодекс Куманикус болады. Хазар мемлекеті 7-10 ғасырлар аралығында өмір сүрген түркі тілді тайпа. 651 жылы олар дербес мемлекет құрады. Алтай, Каспий, Қара теңіз аумағында. Бізде сонымен қаған бізде мемлекетті басқарған, бірақ шынайы билік бектерге тиесілі болған. Бізде хазарлар арабтармен, Византиямен көп соғысатын, және де олардың діндері иудаизм болған. Хазар мемлекеті бізде 965 жылы Русь князі Святослав оларға шешуші соққы беріп, Хазар мемлекеті өз өмірін тоқтатады. Наймандар бізде аумағы Батыс Моңғолия мен Шығыс Қазақстан, астанасы Балықты 8 ғасырда қалыптаса бастады, және де 11 ғасырдың соңында Ляо империясының құрамында болды. Оның құлағаннан кейін тәуелсіздікті 1125 жылы алған. Гүлдену кезеңі 12 ғасырдың екінші жартысы, 8 тайпадан құралған болатын. Бізде көршілері шығыста керейттер, батыста қыпшақтар болған. Құрылтай 1201 жылы құрылтай өткізді, және де 1204 жылы Шыңғысхан наймандарды жеңеді. Келесі бізде керей аумағы Орхон мен Хуанхэ аралығы, олар астанасы Битөбе болды. Гүлдену 12 ғасырдың екінші жартысы, 1203 жылы бізде Шыңғысханнан жеңіліп қалады, және де наймандар мен керейттер Жетісу аумағына көшіп кетеді. Келесі меркіттер бізде 9-13 ғасырларда өмір сүрген. Олар Селенга, Байкал маңында, Орхон өзені маңында өмір сүрген. Оларда тайпалық басқару жүйесі болды, және де 1200-1204 жылдар аралығында Шыңғысханмен күрескен, бірақ 1204 жылы Шыңғысхан оларды жеңіп, меркіттер бізде этнос ретінде толығымен жойылады. Осымен аяқталды. Баршаңызға рахмет.